Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге Нубик достар. Бүгін біздер Murder Mystery ойнайтын боламыз, яғни Hypixel деген өзіміздің сервер. Достар, көптен ойнап жүрген сервер. Достар, Murder Mystery қандай ойын екенін айтып өтейін. Көбі білет, көбі білмейді. Бұл жерде достар, маньяк, яғни маньяк бізді өлтіреді достар. Яғни маньяктен қашуымыз керек. Арамызда осы жерде маньяк бар достар, яғни өлтіруші адам, білетін шығарсыңдар. Қылмыскер, сол қылмыскер бізді өлтіретін болады достар. Бірақ ол білдіртпей өлтіреді достар, яғни арамызда жүреді. Бірақ сол адам біз қашуымыз керек. Сол бір адам болады, сол маньяк, сол өлтіреді достар арамызда. Так, қылышы болады, оның бір қылышпен өлтіре салады достар. Бір удармен өлтіре салады. Сондықтан қайсы маньяк екенін біліп, содан қашуымыз керек достар. Бұл жерде міндетіміз сол, және де золоты жинауымыз керек достар. Біз қаншалықты золоты көп жинаған сайын оның қыпысы азая ма, білмеймін достар. Сондай бірдеме, короче, мен көп біле бермеймін оның несін, осы ойынның шартын. Сондықтан ал біз ойнап көреміз достар. Маньякқа кездеспейтін шығарымыз деген үміттемін. Қылышы болады оның, және де лугы болады, яғни несі болады, но маньяк сияқты жоты. Так достар, маньяк қайда екен? Біз осылай золоты жинаймыз достар. Мен маньякпын достар. Так, менде яғни лук берген екен. Так, кім екен білмей қалды. Тоқта. Так, менде бір ғана не берді. Так. Мен сияқтымын достар, маньяк деген. Ема достар, мені тауып алды достар. Ема. Достар, көрдіңіздер ма? Мен маньяк болған екем. Ема достар. Мен бұл шартын біле бермейміз достар. Мен маньяк болған екем. Ема, кеттік келесі каткіге. Ема достар, көрдіңіздер ма? Маған лук береді екен, және негізі меч береді достар. Екі маньяк болады екен. Біреуіне меч, біреуіне лук береді. Яғни егер сенде лукпен атқаның сені байқап қойса, яғни просто адам сені бір удармен өлтіре салады екен достар. Егер сен маньяк екенін байқап қойса, бір удармен өлтіреді. Ал маньяк. Так, міне осылай золото жинаймыз. Давай, золото жинайық тез. Так, біз маньяк емеспіз ғой да. Давай, жинайық. Мына жерде мен маньяк көріп тұрған жоқпын. Маньяк мечпен өлтіріп кетеді. Яғни адам жерде жатады достар. Қазір сіздерге көрсететін болам. Пацан. Так, подозрительный, ешкімді байқап тұрған жоқпын. Бұл жаңа карта сияқты. Ема, біреуді өлтіріп жатыр достар. Так, қорқайын дедім достар. Ема, мына жерде қайсы маньяк екен білмеймін. Жанымнан өтіп кетеді. Так, что-то мына жерде бір өтіп кетті. Так, қылышпен жүргендер жоқ па мына жерде? Так, мына жерде Марвелдің скин біреу киіп алыпты. Так, Капитан Марвел деп қоясың ғой. Так, мына жерде маньяк ешкімді байқап тұрған жоқпын. Подозрительный. Бәрі білмеймін, бәрі жүгір жүр әр түрлі жерге. Так, бізді маньяк өлтіріп кетпей ме екен? Көрейік ал. Арамызда маньяк болады. Так, қорқайын дедім қасымдағы адамнан. Ема, жаман қорқытады екен. Маньяктар золото жинамайтын сияқты ғой да. Так, мына золотын алып алайық. Что-то мына маньяк сияқты достар. Бүйтей жынды ма? Мына маньяк сияқты достар. Қарадағы маньяк сияқты что-то. Ема, қорқайын дедім достар. Мына жерде менде уже 9 золото жиналып болды. Біреуді өлтірді достар. Маған лук берді. Ұзат мен аттым. Дейді. Ема, мен өлтірді достар. Ема достар. Мен түсінбеген сияқтым, что-то мен маньяк болдым әлде қалай. Мен жатысымды қарам достар. Амам жатысты қара. Ема достар. Кеттік біз 3-ші каткіге. Өте тез болып жатыр, сондықтан енді 3-ші каткіге жалғастырамыз достар. Давай, бізде басталады. Мына жерде тек қана 16 адам екен. 16 адам. Так, адам өте көп екен мына жерде. Давайте достар, осылай үйренетін боламыз енді. Ойынның шартын көп түсіне бермеймін. Сондықтан сендер уже түсініп жатқан шығарсыңдар деген үміттемін. Мына жерде яғни золоты жинаймыз. Және де бізге лук береді. Біреуді өлтіруіміз керек па? Сондай бірдеме достар. Маньяк. Что-то так, бізде басталады уже. Маньяк кім болады екен? Мен болып көрген жоқпын, шынымды айтайын, маньяк. Манағы әлде мен маньяк болғаным бекен. Маған лук бергені. Негізі маньякта меч болады достар. Бәрін жинап алайық. Так, мына жерде золото жоқ. Так, золото жинаймыз. Не үшін жинаймыз білмеймін достар золотаны.
Уже детектив уже іздеп жатыр достар бізді. Так. Детектив па бірдеме шықты достар. Түк түсінген жоқпын. Мұндайлардан қорқам, мұндай скиндерден достар. Бірақ обычный адам сияқты мынау золото жинап жүргеніне қарағанда да. Давай жинап көрейік бізде. Так, бізді біреуді өлтіріп жатыр достар. Ема қорқайын дедім ғой достар, ема. Так, тағы біреуді өлтірді достар. Тағы бір адам өлді. Андай дыбыс шықса біреулер өліп жатыр деген сөз достар. Яғни маньяк біреулерді өлтіріп жатыр достар. Өлтіріп кетті, жатыр жерде. Ема достар, артымнан мінекей маньяк мына қыз болып шықты достар сонымен. Ема уже тауып қойды достар, көрдіңіздер ғой. Ема тапты. Оттық достар. Осымен менің видеом аяқталды. Осы видео сендерге ұнады деген үміттемін. Ұнаса лайк басыңыздар, ана тіркеліңіздер достар. Давайте осындай видеолар көп шықсын десеңіздер лайкпен қолдаймыз достар. Давайте.